Қыздар қауымы, әйелдер қауымы, түгел адамзат баласы жуынып, шайынып жүру керек. Өйткені ыстық күндер келе жатыр, плюс 30, плюс 40 градус келе жатыр. Сондықтан сазыма екі әріпті таза ұстаңдар. Жақсылап жуып жүріңдер. Капец анаяқта иіс шығып жатыр, достар, масқара болып жатыр. Кетпейді, әжетхананда кетпейді иісі, большой кабинканында, үлкен кабинканда вообще иіс кетпей жатыр, вообще кетіре алмай жатыр. Әзелетті да септік. Кеше қыздардан қалған иіс ол, достар. Сондықтан да жаз келе жатыр, тазаланып жүру керек, жуынып шайынып жүру керек. Барлықтарыңызға сәлем, достар, мен каналыма қош келдіңіздер, YouTube каналыма. Жазылай кетіңіздер видеоны бастамас бұрын. Жалпы мен қайда жоғалып кеткенімді айтайын. Мен жоғалып кеткен себеп, мен жұмыста жүрмін, күні түні жұмыста жүрмін. Енді бүгін қолым кішкене босады, сол үшін сіздерге видео түсіруді жөн көрдім. Сіздермен кешегі болған жайтпен бөлісе кетсем. Айта кетсем, мен кафеде жұмыс жасаймын, тазалықшы болыпты. Енді білесіздер, барлығын тазалықты сақтап, қарап отыру керек деген сияқты. Кеше бір қыздар туған күнін тойлап отырды. Бір 15 шақты қыз кабинкада, үлкен кабинканы жалға алып, олар отырды туған күнін тойлап. Әйелдердің әжетханасына бармайын ба, солар тексеріп қоюым керек. Кіріп қалсам, мұрныма бұрқыта қалды ғой иісі. Ужас, масқара, Құдай сақтасын. Екі әріптің иісі шығып жатыр. Кәдімгідей екі әріптің иісі шығып жатыр. Масқара, енді білмеймін, жап-жас қыздар. Енді 17-16 жастағы ма, сондайларға ұқсайды. Сондай қыздар келіп отыр. Білмеймін, енді ішімдік ішкен ба, білмеймін, қандай иіс екенін түсінбедім, бірақ сондай иіске ұқсаттым өзім. Мен ғана емес, түгел барлығы айтып жатыр. Тіпті бізде мобилограф бала бар, ол да айтып жатыр, ойбай, мына иіс, олар кетсе азелитпен кетіресіз ау дейді, маған айтады да, азелитпен кетеді ау, мына иіс деп қояды. Ужас, үлкен кабинканың өзінде иісі сіңіп қалған ғой. Азанда кірсек, енді азанда тазалаймыз ғой жаппай, сол кезде кірсек, иісі сіңіп қалған, кетпейді, мүлдем кетпейді иісі. Ашып қойдық, бейтіп сүйіп атырық, жаңағы иісті кетіретін, жаңағы духи-пухи бәрін сүйіп атырық, сонда да иісі кетпейді, білмеймін, не иіс екен. Енді масқара. Масқара, ятай. Енді қыз бала дегеннен кішкене адамдар жуынып жүру керек қой, гигиенаны сақтау керек деген сияқты, я. Масқара иісін айта алмаймын ғой, масқара ғой, екі әріптің иісіне ұқсайды, қатты ұқсайды. Достар, әлбетте өз ойларыңызды комментарийге қалдыра кетсеңіздер, мен сіздердің комментарийіңізді, пікірлеріңізді оқитын боламын. Айбетпеңіздер, егер видео түсіре алмай жатырмын, қол тимей жатыр, бірақ сонда да түсіруге тырысамын. Сіздер үшін, өзім үшін де видео түсіруге тырысамын. Бірақ мүлдем қол босамай кетті, бар от жұмыстан қол босамай кетті. Күні түні жұмыс. Енді бүгін сол видеоны түсірудің сәті келді. Сіздерден өтініп сұраймын. Қазақ тілді контентті біргелікті қолдап жіберейік, комментарияда қалдырайық, ойыңызбен бөлісіңіз, жаңағыдай жағдайлар сізде болды ма, сондайлармен бөлісе кетсеңіздер, әлбетте мен оқитын боламын, және де каналыма подписаться батырмасын басып, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Және де бұл видеоны басқа достарыңызға, таныстарыңызға тарату арқылы біз бұл видеоның каналдың өркендеуіне үлкен үлесіңізді қосатын боласыз. Давайте, пока.